дәстүрлерді сақтанушымын деп есептейсіз бе? Неліктен? Себебі мен күнделікті өмірде отбасы мен қоғамда салт дәстүрлерді қолданам, мерекелерге қатысып, ұлттық мәдениетті құрметтеймін. Сіз үшін қазақ тілін білу қаншалықты маңызды? Мен үшін қазақ тілін білу өте маңызды, себебі ол Қазақстан халқының ана тілі, ұлттық болмысының мәдениетінің негізі. Сіздің ойыңызша қазіргі жастар неге ұлттық дәстүрлерден алшақтап барады? Бәріне бірдей топырақ шашуға болмайды. Ол жастар енді мемлекеттің қозғаушы күші. Жас ол бала болады, отбасында тәрбиеленеді. Одан кейінгі жастардың ең белсенділік көрсететіні ол қоғамдық орта. Сондықтан жастар қоғамдық ортада ұлттық құндылықты отбасынан алған ұлттық құндылықты қоғамда да дамытып насихаттау керек. Енді тек қана ол жастардың міндеті емес, жастарға біздің аға буын өкілдері атсалысу керек. Енді ұлттық құндылық бұл ата бабамыздан келе жатқан біздің рухани қазынамыз, ең басты мұрамыз. Қазіргі кезде ұлттық құндылық біздің рухани қазыналарымыз рухани жаңғырғып, әртүрлі форматта, әртүрлі деңгейде түрлі шаралар ұйымдастырылып жатады, әртүрлі деңгейлерде көрсетіліп жатады. Енді ол қоғамда қандай сала болса, сол саланың бірінде әйтеуір ұлттық құндылығымыз көрініп тұрады. Жастарымыз қазір ұлттық құндылықтан түгелдей бас тартты деп айтуға болмайды. Өйткені біздің заманымыз ақпараттық технологияның үдеп тұрған, ақпараттардың қазіргі сан жақтан келген ақпараттың ең бір белең алып тұрған замандамыз. Сондықтан қазіргі жастарды қызықтыра білу де оңай дүние емес. Бірақ біздің ұлттық құндылығымыздың рухани жаңғырыққан әртүрлі, жаңа айттым ғой, форматта, әртүрлі деңгейде біздер жастарға соны көрсете білуіміз керек. Сондықтан енді жастардың қазақ айтады ғой, бала берсең сана бер, сана берсең ала бер деп. Енді ол жастардың санасына біз ұлттық құндылықтың маңыздылығын, біздің негізгі ұлттық діңгегіміз, ұлттық кодымыз екенін сол жастарға сіңіре білу біздің басты міндетіміз. Сондықтан осындай жаңағы ұлттық құндылықты бойына сіңірген жастар жаман болмайды деп ойлаймын. Біздің жаңағы еліміздің басты қозғаушы күші, алдағы мына келешек өмірде сол келешекті қалыптастыратын, ұлттық құндылығымызды әлі де дәріптейтін, оның рухани жаңғырыққан дәстүрлерімізді дәріптеп, ұлықтайтын, насихаттайтын осы жастар. Сондықтан жастар аман болсын. Сіздің ойыңызша қазіргі жастар ұлттық дәстүрлерді сақтайды деп ойлайсыз ба? Әрине сақтайды деп ойлаймын. Өйткені әлеуметтік желілерде жастар көбіне қазақ нақышта контенттер түсіріп жатады. Сондықтан наурыз мерекесінде, сүндет тойларда, қыз ұзату, тұсаукесер тойларда жастар өте белсенді. Сонымен қатар қазақ тілінде ұлттық ойындарымыз қайта жаңғырып жатыр. Атап айтатын болсақ, асық ойыны бар, ләңгі ойыны,